Қытайдағы оқуымызға кішігірім обзор. Қытай еліне барып, ақшамызды аударып, таксиімізге мініп, орталыққа бардық. Орталыққа барған кезде бізді күшті қып қарсы алып алды. Бізге мұғалімдердің барлығы қолымызға тексттерді берді, яғни бізде қандай сабақ өткізіледі. Соның барлығын егжей-тегжейінен түсіндіріп, ол кісілерді айтты. Бізге тағы да біз өзіміз сұрақтарымызды толыққанды сұрап алдық. Бастығына бардық. Бастығына барған кезде біз өзіміздің ақшамызды толыққанды төледік. Одан кейін бізге керемет деп гүлмен қарсы алып алды. Гүлмен қарсы алуды шыны керек мен мұғалімге ғана алушы едім. Қазір бұяқ оқуға келіп те алып жатырмыз. Ішіндегі полный біздегі қалай өткізіледі, қандай бізде бөлмелер бар, толыққанды бізге түсіндірді. Мынау кушетканы даже түсінген де жоқпыз. Кушеткаларымыз кішкентай ғой деп те біз оның бәрін сұрап үлгеріп жатырмыз. Барлық кабинетті бізге толыққанды түсіндіріп шықты. Және де бізге қол қойдырып алды. Тақташаға чтоб сіздердің де естеріңізде қалсын деген сияқты. Бізге қатты ұнағаны кабинетте стерильный заттар және де әр аппараттар бізде 3 жыл ғана тұрады дейді. Ол жұмыс істесін, жұмыс істемесін деген сияқты. Маған қатты ұнағаны сол жер. Енді мен сіздерге толыққанды контенттер салып отырамын, мені қолдап отырыңыздар.